Кеш ассалаумағалейкум, құрметті математика сүйер қауым. Сенімділік. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз практикалық сабақ. Біз шек бөлімін аяқтадық. Енді сол шек бөлімін аяқтауына орай біз практикалық сабағымызды өтуді жөн санадым. Біздің жоспарымыз осындай. Біріншісі тізбек, екіншісі астыңғы үсті шегара және тізбектің шегі дәлелдеу сияқты есептерді қарастыратын боламыз. Бізде бірінші блок тізбектің монотонды өсетінін дәлелдеуіміз қажет. Екіншісі, яғни бізде 4 есеп берген, 4 мысал. Біз осы 4 мысалдың бәрі, сол 4 тізбектің барлығы монотонды өсетінін дәлелдеуіміз қажет. Екінші блокта біз тізбектің шегін дәлелдейміз. Яғни бізде 4 мысал берілген, дәл солай біз оның шегінің осындай санға ие болатын дәлелдеуіміз қажет. Үшінші есеп бұл жерде енді осы жазылған, енді кешірерсіздер. Бұл жерде тізбек берген қосылған 6n плюс 1 соның 5-ке екенін дәлелдеу арқылы біз қандай n кезінде біздің эпсилон мәніміз 0,100-ден аспайтынын табуымыз қажет, n санын. n санды табуға былайша айтқанда. Төртінші блокта бізде 4 тізбек берілген, соның үстіңгі және астыңғы шекарасын анықтау, яғни супремум, инфинум деген ұғымдармен таныс болғансыздар. Енді бізде есептің шешімі былай. Құрметті математика сүйер қауым, біз теориялық сабақта біз монотонды өсиетін қалай көрсетуші едік, яғни біздің n плюс бірінші мүшеміз, n мүшесінің айырымы әрқашан 10 санды беру қажет. Енді сол шартты пайдалана отырып, біз есептерді сол тізбектің монотонды өсиетінін дәлелдеуіміз қажет. Бізде бірінші мысал n куб қосылған 2n, ал оның n плюс бірінші мүшесі n-нің орнына n қосылған 1-ді қойып шығамыз. Сөйтіп қойып шыққанда бізде келесі мәнге ие боламыз. n қосылған 1 куб плюс 2 жақшаның ішінде n қосылған 1. Енді осылардың айырымын табамыз. Бірінші n қосу 1 кубтың жақшасын ашамыз қысқаша көбейту формуласымен. Сөйтіп ашып, мына жерде ұқсас мүшелерді біріктіріп, мына жерде ортақ мүше бәрін қысқартқанда бізде 3n квадрат қосылған 3n қосылған 3 шығады екен. Біз осы жерден 3-ті шығарсақ, 3 жақшасында шығады да, n квадрат қосылған n қосылған 1 бәрі 0-ден үлкен болады, себебі біздің тізбек бірінші мүшеден басталады, яғни бізде теріс деген мүше жоқ. 3 ол онсыз да 10 сан. Енді екінші мысалға көшейік. Бізде дәл солай жаңағы амалдарды орындаймыз. Бұл жерде жақшаны ашып дәл солай қысқартып шығамыз осы жерден. Сонда біздің ақырғы жауабымыз 20n қосылған 10, алымында бөлімінде n квадрат қосылған 2n қосылған 1, екінші жақшада n квадрат қосылған 10, бәрі 0-ден үлкен болады. Жаңа өткенде айтып кеткенде жаңағыдай біздің мүшеміз 1-ден басталады, 1-ден шексізге дейін кете береді. Үшіншісі дәл солай. Біз бұл жерде арксинус бұл жерде. Ал енді төртінші мысалға келетін болсақ, бұл жерде бізде дәрежелі болыпты. Яғни біздің n қосылған 1-ді осылай көбейтін ретінде жіктеуге болады. Біз дәрежені еске салып жатырмыз бұл жерде. Мынау мүшеміз ол әрқашан 10 болады, егер біздің мүшеміз 1-ден басталса. Мынау екеуі де негізі 10 болады. Сонда біздегі мынау көбейтін айырымы бәрібір де 10 санды береді екен. Жалпы есеп осылай. Екінші блоктың есептің шешімдері қандай болады? Бізде бірінші мысалда бізде эпсилон санын табу қажет. Яғни кез келген эпсилон үшін бізде n натурал санын табу керек. Және ол кіші n үлкен n-нен
кіші n сол үлкен n-нен үлкен болуға жетті шартты біз қанағаттандыруымыз қажет. Сонда бізде тізбектің мүшесі xn минус a дейтін бізде шектің мәні 2n минус 3 4n қосылған 5 минус 2-ден 1 эпсилоннан кіші деп аламыз. Сонда біз ортақ бөлім кетіріп, ұқсас мүшелердің бәрін қысқартқанда бізде минус 11 8n бөлінген 10 шығады екен. Енді бізде модулден 10 сан шығатын болғандықтан бізде 11 бөлінген 8n қосылған 10 эпсилоннан кіші. Біздің мақсатымыз n сан табу, яғни біз теңсіздікті кері аударамыз, яғни бөлшекті біз орындарын ауыстырып таңбасын ауыстырады екенбіз. Сонда бізде n-іміз 11 бөлінген эпсилон минус 10 бөлінген 8. Яғни бізде бүтін сан 11n 11 бөлінген 8 эпсилон минус 1,25 шығады екен. Бұл жерде біз егер эпсилон 1-ді қоятын болсақ, онда бізде теріс сан шығады, өйткені бізде ол есеп кіші эпсилондарға арналған. Яғни біздің эпсилонымыз 1-ден кіші сандар болуға қажет, 0 мен 1-дің аралығында. Келесі мысалда дәл солай. Бұл жерде де бізде мақсатымыз n сан табу. Бізде n-іміз 1 бөлінген түбірасы эпсилон шығады екен. Бізде соның максимум мәнін аламыз. Бұл жерде бүтін бөлігін аламыз. Үшіншісінде бізде n-іміз логарифм арқылы берілген. Яғни біз бүтін санымыз логарифм арқылы табылады екен. Бізде эпсилон орнын қоятын болса, біздің n бүтін санымыз логарифм арқылы өрнектеледі екен. Төртінші есепте де тура логарифммен шығады. Бұл жерде енді квадрат жоқ. Яғни біздің n санымыз логарифм арқылы табылады екен. Жалпы, егер осындай сан табылатын болса, бізде ол тізбектің бар екенін растайды. Яғни сол дәл біздің шегіміздің бар екенін дәлелдейді. Енді үшінші блокта есеп, жаңағыдай есеп бұл жерде n сан табылыпты, бізде міне 1 бөлінген эпсилон минус 1. Енді бізде мақсат қандай сан кезінде, n сан кезінде біздің мынау айырымыз 0,1-ден кіші болады. Яғни біздің шегіміз 0,1-ден аспайды. Ол үшін қалай дәлелдейміз? Эпсилон 0,1-ді қойып, жаңағыдай орындарын ауыстырып n сан табу қажет. Сонда бізде ол n 99-ға тең болады. Яғни 99 мүшесінің санынан бастап бізде шегіміз 0,1-ден аспайды екен. Және де соңғы блогымыз жаңағы шектің үстіңгі және астыңғы шекарасында. Үстіңгі шекара дегеніміз ол бізде тізбектің әрбір мүшесі ол белгілі санды тұрып қалу керек. Яғни ол белгілі саннан аспауы керек. Сонда бізде бірінші мүшеміз ол 1, 2-ден 1, 8-ден 1 деп кете береді. Яғни біздің үстіңгі шекарамыз 1, одан аспайды, немесе кемейді. Яғни бізде супремон 1-ге тең болады. Ал инфинитті қалай табамыз? Яғни біз келесі мүшелерді қарастырамыз. Келесі мүше 2-ден 1, ол бәрі 1-ден кіші. Келесі мүше 8-ден 1, 2-ден 1 кіші деп, ол бәрі 0-ге ұмытылады. Сонда біздің инфинитіміз 0-ге тең болады. Екінші мысалда бізде супремум, яғни үстіңгі шекарасы жоқ, бізде ол тізбек монотонды өсіп тұр, ешқандай шегі жоқ. Сондықтан бізде супремум кешесіздік. Ал инфинитум болатын болса, ол бізде 1, өйткені бізде бірінші мүше болып тұр, ең кіші сан. Үшіншісінде бізде ең бірінші мүше қалған мүшеден үлкен болып тұр, яғни біздің бірінші мүшеміз ол үстіңгі шекара супремум болып табылады. Ал келесі мүшеміз келесі алдыңғы мүшеден кіші болғандықтан ол бәрі төменгі шекарамыз бәрі 0-ге ұмытылады. Ал соңғы біздің есебіміз бізде 2n дәрежесі n факториал, бізде супремум 2 болып тұр, бізде алғашқы мүше, яғни келесі мүшелер одан аспайды. Яғни кейінгі мүшелер 0-ге ұмытыла бастайды, яғни бізде төменгі шекара мына жерде 2 жазылып кетті, негізі 0 болу керек, ал супремумыз 2 болады. Ал енді осымен біздің практикалық сабағымыз аяқталды. Егер қандай да бір өздеріңіз шығара алмай жүрген есептеріңіз болса, астыға комментарийге жаза кетіңіздер. Ал енді келесі видеомыз геометрия болады, яғни біз геометрияның эллипсоид
Жана экинчи ретте беттин сабагын жалғастырамыз. Ол бізде эпилипсоид, параболоид, гиперболоидқа байланысты болады. Назарларыңызга рахмет, құрметім айтайық, серік қылым, сау саламатта болыңыздар.